Ол монғолдардың қорқынышы, кресшілердің жауы, ислам әлемінің қорғаушысы. Ол құлдықтан сұлтандыққа көтерілген ерекше тұлға, Қыпшақ даласының ұлы. Оның есімі Бейбарыс. Сұлтан Бейбарыс. Бір сәт елестетіп көріңіз, сіз 13-ші ғасырда өмір сүріп жатырсыз. Орта Азия мен Таяу Шығыста хаос орнаған. Бір жағынан монғолдар бүкіл Азияны жайпап келеді. Екінші жағынан кресшілер қасиетті жерлерді басып алумен әлек. Ал дәл осы сәтте құлдықтан сұлтандыққа көтерілген ерекше бір тұлға тарихты түбегейлі өзгертті. Оның есімі Сұлтан Бейбарыс еді. Бейбарыс шамамен 1223 жылдары Қара теңіздің солтүстігі мен қазіргі Қазақстан территориясында орналасқан Дешті Қыпшақ даласында дүниеге келді. Оның нақты туған жері туралы түрлі болжамдар бар. Бірақ көп деректер оны Дешті Қыпшақ даласымен байланыстырады. Бейбарыс сұлтан болған кезінде Қырымда мешіт тұрғызып, жыл сайын сол жерге сый-сияпаттар жіберіп отырған. Осының себебінен кейбір тарихшылар Бейбарысты Қырымда дүниеге келген деп есептейді. Ол Қыпшақ тайпасының тумасы. Ал қыпшақтардың арасында нақты қай руға жататындығы әлі дау туғызады. Бірнеше ғалымдар Бейбарысты Бурж тайпасынан шыққан деп есептейді. Ал қазақ зерттеулері Бурж тайпа атауын қазіргі күндегі Беріш руымен байланыстырады. Бейбарыстың әкесінің аты Жамақ, ал анасының аты Әйнек болатын. Қыпшақ даласында өмір сүрген балалар ерте кезінен әскери өнерге бейім болды. Бейбарыс та солар секілді кішкентай кезінен атқа мінуді, садақ атуды, найзамен қалай шайқасуды үйренді. Дала өмірі оны ерте есейтті. Ол нағыз жауынгерлік ортада тәрбиеленді. Бейбарыстың бойы ұзын, дене бітімі мықты, көзі көк, түрі ашық түсті болған деседі. Бұл оның кейін мәмлүк базарында ерекше көзге түсуіне себеп болған. Жасөспірім кезінде шамамен 10-13 жасында Бейбарыс монғолдар немесе кавказдық шабуылшылардың жорықтары кезінде тұтқынға түсіп, құл саудагерлерінің қолына өтеді. Сол жерден оны араб делдалдары, нақтырақ айтсақ, Аладдин Айтеген аль-Бундуктар сатып алады. Сосын оны өзімен бірге Мысырға алып кетеді. Міне осылайша еркін Қыпшақ баласы, болашақта ислам әлемінің сұлтаны болатын адам құл ретінде жаңа өмірге аяқ басты. 13-ші ғасырдың алғашқы жартысында Таяу Шығыста құл саудасы кеңінен таралған еді. Қыпшақ даласынан тұтқындалған жасөспірім Бейбарысты құл базарында сатып алған Аладдин Айтеген Бейбарыстың дене бітімі мен көкшіл көзін, батыл көзқарасын байқап, оны әскери жаттығу мектебіне жібереді. Бұл мектеп кәдімгі мектеп емес. Бұл мәмлүктерді даярлайтын қатал әскери мекеме болды. Ол Ніл өзенінің ортасындағы Рауда аралында орналасқан еді. Мәмлүк сөзі араб тілінен аударғанда иесіне толықтай тиесілі адам деген мағынаға саяды. Бейбарыс мәмлүк армиясының толық мүшесі ретінде алғашқы шайқастарына Сирия жерінде қатысады. Оның батылдығы мен стратегиялық ойлау қабілеті біртіндеп оған жоғарғы лауазымдарға жол аша бастайды. Мәмлүктердің билікке келуі ислам тарихындағы ең ерекше оқиғалардың бірі. Бұл әдеттегі төменнен жоғары көтерілу ғана емес, нағыз жүйелік өзгеру болды. Ендеше мәмлүктер қалайша билікке келді? 12-13 ғасырларда әсіресе Салах ад-Диннің билігінен кейін Мысыр мен Сирияны Аюбидтер әулеті басқарды. Олар өздерінің әскери тірегін мәмлүк жауынгерлерден құрды. Мәмлүктерге жоғарғы жалақы, жеке меншік жер, тіпті саяси ықпал да берілді. Бірақ бұл мәмлүктерді армия ғана емес, саяси элитаға айналдыра бастады. 1246 жылы жас мәмлүк ретінде сұлтан сарайында жүрген Бейбарысты Ас-Салих Аюб бірден байқады. Сұлтан оны өзінің жеке гвардиясына тағайындап, сардар дәрежесіне дейін көтерді. Бұл мәмлүк сарбазы үшін үлкен сенім мен болашаққа деген үміт еді. 1250 жылы Бейбарыс Франция королі Людовик IX басқарған 7-ші крест жорығын екі ірі шайқаста жеңуге ат салысты. Бірінші Әл-Мансура шайқасы болды.
Бұл шайқаста бейбарыс ерекше айла қолданды. Ол Мансура қаласының қақпасын аштырып, кресшілерді ішке кіруге итермеледі. Қаланы қоршап тұрған мәмлүк сарбаздары мен жергілікті халық оларды төрт жақтан қыспаққа алды. Нәтижесінде кресшілер ауыр шығынға ұшырады. Қасиетті тамплиер рыцарьларының көпшілігі осы шайқаста өлтірілді. Тек 5 тамплиер ғана тірі қалды. Ал екінші Фарискур шайқасы. Бұл шайқаста 7-ші кресш жорығы толығымен аяқталды және Людовик 9-шы тұтқынға алынды. Осы шайқастардан кейін бейбарыстың беделі арта түсті. Алайда билік тұрақсыз дүние еді. Ас-Салих Айып қайтыс болғаннан соң орнына келген Тураншақ мәмлүк әскерлеріне сенбеді. Тіпті олардан құтылуға тырысты. Бейбарыс бұл саясатқа қарсы еді. Ол өзінің мәмлүк серіктерімен бірге Тураншаққа қастандық ұйымдастырып, оны тақтан тайдырды. Осылайша Мысыр жерінде орналасқан Айюбиттер билігі құлап, орнына құлдардан құралған мәмлүктер империясы құрылды. Осы сәтте мәмлүк әскері алғаш рет Мысыр тағдырына араласа бастады. Тураншақ өлтірілгеннен соң Ас-Салих Айыптың жесірі Шаджар-ад-Дур таққа отырды. Шаджар-ад-Дур Изиддин Айбекке тұрмысқа шықты. Нәтижесінде Айбек жаңа мәмлүк сұлтанатының тағына отырды. Изиддин Айбек түркмен мәмлүктерінен еді. Ол Ас-Салих Айыптың тұсында әмір дәрежесіне дейін көтерілген болатын. Бұл сәт бейбарыстың билік үшін күресінде жаңа кезеңнің бастауы еді. Дегенмен мәмлүк әмірлерінің өз арасындағы бақталастығы күшейіп кетті. Нәтижесінде бейбарыстың ұстазы Бахри мәмлүктерінің жетекшісі Ақтай Айбек сұлтанның қолынан қаза тапты. Бұл оқиға бейбарыстың өміріне қауіп төндірді. Ол қалауымен бірге Сирияға қашып, Сирия Айюбилерінің сұлтаны Ан-Насыр Юсуфтен пана іздеді. Кейін мәмлүк билігі әлсіреген тұста Құтыз билікке келді. Ол Сирия мен Мысырға төнген моңғол қаупін тоқтатудың жолын тек бейбарыс сияқты тәжірибелі қолбасшыда көрді. Құтыз мәмлүктермен мәміле жасап, бейбарысты кері шақыртты. Бұл мәміле тарих үшін шешуші оқиға болды. 1260 жыл. Айн Жалут шайқасы. Тек мәмлүк әскерінің емес, күллі ислам әлемінің тағдырын шешкен күн. Бейбарыс алдыңғы шептегі авангардты басқарды. Бейбарыстың жасаған айла тәсілдері және Сұлтан Құтыздың ерік жігері арқасында Айн Жалут даласында мәмлүктер моңғолдарды тізе бүктірді. Бұл жеңіс бейбарыстың да беделін аспандатты. Осы шайқас туралы толық көргілеріңіз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіңіз. Шайқастан кейін Құтызды аңшылық сапарда мәмлүк сардарлары өлтіреді. Деректерде бұл қастандыққа бейбарыстың да қатысы болғаны жазылады. Себебі Құтыз бейбарыстың Алеппоға әмір болуына рұқсат етпеген. Бұл оның амбициясын шектеді. Құтыз өлгеннен соң мәмлүктердің кеңесі бейбарысты жаңа сұлтан деп жариялады. 1260 жылдың соңында Каирге жеңімпаз ретінде оралған бейбарыс Мысыр мен Сирияның сұлтаны деп жарияланды. Оған Рукн-ад-Дин, яғни діннің тірегі деген атақ берілді. Бұл тек әскери жетістігінен ғана емес, оның дінді қорғаудағы рөлінің де мойындалуы еді. Осылайша бейбарыс құлдықтан билікке, мәмлүк қатарынан ислам әлемінің қорғаушысына айналды. Ол тек жауынгер емес, саясаткер, стратег, дінді жаңғыртушы тұлға ретінде тарих сахнасынан орын алды. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.